Бүгін, яғни 15 қыркүйек қазақ мемлекеттілігі қалпына келтірілген күн. 1841 жылдың қыркүйегінде Кенесарының әкесі Қасым Сұлтанның асына жиналған қауым Кенесары Қасымұлын ақ киізге көтеріп хан сайлады. Осы арқылы қазақ халқының мемлекеттілігі Абылай хан қайтыс болғаннан кейін 60 жыл өткен соң қайта жаңғырды. 2021 жылдың қыркүйегінде Кенесарының хан болып сайланғанына 180 жыл толады. Тарихи күнді келер ұрпаққа насихаттау мақсатында қазақ күнтізбесіндегі 15 қыркүйек қазақ мемлекеттілігі қалпына келтірілген күн болып белгіленді. Осы айтулы датаны атап өту мақсатында 15 қыркүйекте Әнет Баба мешітінде ұлт тәуелсіздік үшін күрескен тұлғаларға арнап Құран оқылып, тәуелсіздік монументіне гүл шоқтары қойылды. 25 қыркүйекте ұлт қайраткерлерінің қазақ мемлекеттігін қалпына келтірудегі рөлі атты дөңгелек үстел өтеді. Қазақ мемлекеттігін қалпына келтіру мақсатында 1841 жылы Кенесары хан болып сайланды. 1917 жылы құрылған Алашорда үкіметінің басшысы Әлихан Бөкейхан болды. 1917 жылы Мұстафа Шоқайдың бастамасымен құрылған Түркістан автономиясының төрағасы болып Мұхамеджан Тынышпаев сайланды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.